Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сөйлемнің бірыңғай мүшелері. Оқу мақсаттары: сөйлемнің бірыңғай мүшелерін ажырату, тыныс белгілерін қою. Дескрипторы: мәтіннің тақырыбы мен мазмұнының өзара сәйкестігін анықтаймын, сөйлемдегі бірыңғай мүшелерді ажыратамын. Сөйлемнің бірыңғай мүшелері: сөйлемнің бір ғана мүшесінің қызметін атқаратын, бір ғана сұраққа жауап беретін, көбінесе бір тұлғада, бір сөз табынан жасалып, бір ғана сөзге қатысты болатын сөздер тобы. Сөйлемнің барлық мүшелері де сөйлемнің бірыңғай мүшелері бола алады. Мысалы, ер жата Есбол, Еламан, Рай келді. Кім келді? Есбол, Еламан, Рай. Бірыңғай бастауыш. Тапқыр, адал, ақниет адамдардың алданбайсын артына ере берсең. Қандай адамдардың? Тапқыр, адал, ақниет. Бірыңғай анықтауыш. Құланниек данды шашырап шыққан күнді оған биік таулар көрсетпеді. Нені көрсетпеді? Таңды, күнді. Бірыңғай толықтауыш. Бет аузына адам тұра қарай алмайтын қара шұбар орта бойлы Есенейге Аға Сұлтан әрі таңдана, әрі қауіптене қарайтын еді. Аға Сұлтан қалай қарайтын еді? Әрі таңдана, әрі қауіптене. Бірыңғай пысықтауыш. Ат мындым, атан алдым, шекпен кидім, жөнім жоқ сені мақтай сөйлемеске. Не істедім? Мындым, алдым, кидім. Бірыңғай баяндауыш. Бірыңғай мүшелер бір-бірімен ешбір жалғаулықсыз да жалғаулықтар арқылы да байланысады. Бірыңғай мүшелерді ыңғайлас жалғаулықтар, талғаулы жалғаулықтар, қарсылықты жалғаулықтар, кезектес жалғаулықтар байланыстырады. Бірыңғай мүшелер өзара жалғаулықсыз байланысса, олардың арасына үтір қойылады. Мысалы, осының бәрін бір сұмдықпен, қулықпен істемейді. Сондай-ақ жалғаулықшылау бірыңғай мүшенің әрқайсысымен қайталанып қолданылса да, арасына үтір қойылады. Мысалы, атын да, кісісін де болжай алмады. Бұл жердегі да шылаулары бірыңғай мүшелерден кейін қайталана келе отырып үтір қойылып тұр. Бірақ деген шылау қарсы мәндес екі бірыңғай мүшені байланыстырады, бірақ шылауының алдына үтір қойылады. Мысалы, ол батыр, бірақ қолбасы емес. Бірыңғай мүшелердің арасында қайталанбай келген мен, бен, пен, және жалғаулықтар болғанда, және да, де, та, те, әрі, не, немесе, яки қайталанбай бір-ақ рет келгенде үтір қойылмайды. Мысалы, Олжабек пен Жамал қоңыр шоқыны бетке ұстап тарта берді. Ашықта ақ жарқын сөйлейтін сырлас адамдар екен. Бірыңғай мүшелер жеке болмай, одан көп болып, олар жалғаулықсыз байланысып, тек соңғы екеуі ғана жалғаулықшылау арқылы байланысса, жалғаулықсыз жерде үтір қойылады, жалғаулық арқылы байланысқан жерде үтір қойылмайды. Мысалы, Бұхара, Ташкент, Түркістан және Жоңғар қалмақтары билеушісі Қалдан жерінің күнгей шығыс маңынан қоныстанады. Бірыңғай мүшелі сөйлемдер күрделі ойды, бірнеше сөйлемді сыйыстырып білдірудің амалы. Оларды құрмалас сөйлем, функциялас сыңары деп те атауға болады. Көп жағдайда сөйлемді бірыңғай мүшелі етіп құрау немесе оны құрмалас етіп тарату сөйлеушінің сөйлеу мақсатына бағынышты болады. Мысалы, рас айтасыз, бұл дүниеде бабадан не қалған, атадан не қалған. Бұл сөйлемді рас айтасыз, бұл дүниеде бабадан, атадан не қалған деп құрауға болар еді. Оқулықпен жұмыс. 31-ші жаттығу. Мәтінді менімен бірге түсініп оқы. Абай мен Жаңғұтты шешен. Бірде Жаңғұтты шешен Құнанбайдың үйіне келеді. Ол кез Абайдың жас шағы екен. Абай: ата, сізден бір сұрақ сұрауға бола ма? Дейді. Шырағым, сұрай ғой, депті Жаңғұтты шешен. Ата, арзан не, қымбат не, дауасыз не? Соны білейін деп едім, депті Абай. Шырағым, Абайжан, арзан өтірік, қымбат шындық, ал дауасыз деген ол кәрілік емес пе?
Жанарының оты бар екен, ақындығын шығар. Маңдайын жазық екен, ойлылығын шығар. Халқының қалаулы азаматы бол, деп жаңғұтты батасын беріпті. Ел аузынан жазылып алынған бұл мәтіннен не түсіндіңдер балалар? Сұрақ-жауап айдары осы білімдерді тексеретін болады. Бірінші сұрақ. Мәтіннің тақырыбы мен мазмұнының өзара сәйкестігін анықтай аласың ба? Екінші сұрақ. Жаңғұтты шешен неліктен арзан өтірік, қымбат шындық деді? Өз ойынды білдір. Жақсы. Жарайсыңдар балалар. Барлығымыз да сұраққа дұрыс жауап берді деген ойдамын. Олай болса, келесі жаттығуды орындайық. 33-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті бірыңғай мүшелерді қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Олай болса, жауабымыздың дұрыстығын тексерейік. Тапсырманы барлығымыз да дұрыс орындадық деген ойдамын. Келесі 34-ші жаттығу. Бірыңғай мүшелерді ма, па, та, те, да, мен жалғаулықтары арқылы байланыстырып, өлеңді оқы. Жақсы, жарайсыңдар. Олай болса, жауабымыздың дұрыстығын тексерейік. Тапсырманы дұрыс орындады деген ойдамын. Олай болса, осымен сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма 32-ші жаттығу.